Көріп тұрған пирогтарыңызды мен өте оңай, бар жоғы 15-ақ минутта ешқандай духовкасыз, миксерсіз қарапайым табада пісірдім. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай үгітіліп тұр. Бұны бисквит ретінде қолданып торт жасасаңыздар да болады. Қаншалықты іскенде көріп тұрсыздар. Алдымен табамызға сармайды салып алып, жай отта ертеміз. Қатты отта ертудің қажеті жоқ, өйткені сармай қатты қызып кетуі мүмкін. Кейін жұмыртқа салғанда жұмыртқа пісіп қалады. Сондықтан жай отта ертіп аламыз. Газымызды өшіреміз да үстіне шекерді салып, шекеріміз ерігенше, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай басқа ыдыста араластырудың қажет жоқ. Дәл осы табада болады барлығы. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып аламыз. Оны да біркелкі болғанға дейін. Бұл уақытта газды қоспаймыз, тек сармай ерткен кезде ғана газ қосылады. Кейіннен үстіне какао саламыз. Какаомен де рахат какаосы, сіздер өздеріңіз қалаған какаоны қолдансаңыздар болады. Жақсылап бір араластырып жіберіп, біркелкі болғаннан кейін барып, үстіне разрыхлитель қосамыз. Бұл жерде бір пачканың жартысын қостым, яғни 1 чайный ложка разрыхлитель қоссаңыздар болады. Кейін үстіне еліктен өткізілген ұн қосамыз. Барлық заттың мөлшерін описание қалдырамын, сондықтан сол жерден қарап алсаңыздар болады. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Араластыруға қиын болып бара жатқан кезде сүтті құятын боламыз. Сүтті құйғаннан кейін ешқандай іртік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып, біркелкі масса шығарамыз, қыздар. Қыздар, сіздер менің арнама тіркелмеген қонақ болсаңыздар, осындай оңай рецепттер сізге ұнайтын болса, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыздар. Себебі оңай рецепттер қазақша тілде, қарапайым тілде өте көп шығарып отыратын боламын, қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай осындай сұйық масса шығады. Осыны газдың астын ең төменгісіне қойып 15 немесе 20 минутта пісіріп аласыздар, қыздар. Табаңыздың асты қалыңдау болғаны жақсы, сол кезде күймейді. Пирогтың піскенін осылай шипачкамен білсеңіздер болады, деревянныймен. Кейіннен үстіне ыстық сүтпен шекерді араластырып, сироп етіп құясыздар да, сөйтіп алып жей берсеңіздер болады. Мен кішкене әсемдедім, бұл жерде шоколадты ертіп, сұйық маймен араластырып ертіп құйып, бетіне вафельный крошка қойып шықтым. Сіздер олай сәндемесеңіздер де болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, керемет пирог болып шықты. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де ұнап жатса лайк басып, коммент жазып кетіңіздер.